Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін синабон булочкалар пісірейін деп жатырмын. Жылы сүтке бір ас қасық дрожжымды салдым. Және жарты ас қасық тұз, бір кесе қант салдым. Ұнымызды салып, жұп-жұмсақ етіп, қамырымызды илейміз. Және жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Уже қамырымыз дайын болды. Міне көтерілді. Керек заттарымызды жанымызға алып аламыз. Мен бір кесеге корицамен, ұнтақталған корицамен қантты араластырып қойдым. Және сары майды ерітіп алдым. Көтеріліп тұрған қамырдың кішкене бөлшегін алып жаямыз. Қатты жұқа қылып тастамаңыздар, орташа етіп жайып шығамыз. Және нанымыздың формасын төрт бұрышты етіп жайып шығамыз. Міне төрт бұрышты етіп жайып алдық. Формасы осындай болып шықты. Енді еріген сары майды барлық жеріне жағып шығамыз. Оның үстіне корицамен қантты араластырып қойып едік қой, соны барлық жеріне сеуіп шығамыз. Барлық жеріне түгел сеуіп болған соң, шетінен бастап ақырындап ораймыз. Орап болғаннан кейін кішкене бөліктерге бөлеміз. Осы кезде уже үлкен бөліктерге бөліп тастамаңыз, ол піскен кезде өзі көтеріледі. Орташа етіп осылай бөліп аламыз. Және сразу пештің табасына сала салмаймыз. Астын мен осылай жабамын. Көріп тұрсыздар, екі жағы да осындай. Астын мен осылай түгел жауып алам, өйткені пеш қатты қыз тұрған кезде корица күйуі мүмкін, күйіп иістенуі мүмкін. Сол себепті осылай астын жауып тастаймын. Өзіме де осындай вариантты ұнайды. Булочкалар дайын болған соң қызып тұрған табаға саламыз. Үстіне сары жұмыртқамызды жағамыз. Және қызып тұрған пеште 25 минут пісіріп аламыз. Үстіне сгущенка не болмаса кез келген крем дайындап жақсаңыздар күшті болады, бірақ та мен жақпадым. Міне біздікі пісіп шықты. Кішкентай балалар жейтін болғандықтан қолдарын былғамасын деп мен сгущенка жаққан жоқпын. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Назарыңызға рахмет.